Қазір онсыз да әркімге бір еліктеп, өз өмірінің сәулесін өзі қолдан өшіріп, адасып жүрген әйелдерге жығылған үстіне жұдырық дегендей, адамның тағдырын емес, дүниені ойлайтын психологтар да қосылып, сен балаңа, байыңа, басқаларға қызмет жасауға және ешкімнің көңілінен шығуға міндетті емессің, сенің өз өмірің бар деп, әйелдің қолынан ана болуды, жүрегінен жар болуды, тағдырынан бүтін отбасы деген әп-әдемі атауды жұлып алып жатыр. Әйел табиғатынан еліктегіш болып келеді. Ол кімге еліктесе, тағдыры соған ұқсайды. Ал кімге сенсе, соның артынан жүреді. Ал бір пайдасын ғана ойлайтын психологтар біліп қойыңдар. Сенің айтқан сөздеріңнен бұзылған әр шаңырақтың, сенің ақылыңнан адасқан әр ананың, сенің бұрмаланған уағыздарыңнан жетім қалған әр баланың көз жасы бір күні өз отбасыңа да кіріп келеді. Ал менің анам жастайынан таяқ жеп, не өмір көрді, мен ол тағдырды қайталағым келмейді деп сендерге, басқаларға еліктеген әйел уақыт өтіп, сұлулығы кетіп, баласы өсіп, баласы қатарынан қалып көшке ілесе алмай қалған кезде анасына, ана сен мен үшін не істедің, маған не бердің деп сұрақ қойған кезде анасы жауап бере алмай, сол кезде өз қателігін түсінеді. Бірақ ол кезде барлығы да кеш болады. Өйткені күрестерден тұратын өмірдегі келетін кішкене сынақтармен күресіп, баяғы өзінің бақытты шалқып өмір сүретін орнын осы күнде басқа біреуге иеленіп алған. Сондықтан өлместей болып өмір сүргенді, өлгенше күш қуатым, сұлулығым өзімде болып, өз білгенімді жасай беремін деген ойдан арылыңыздар. Себебі әр адамның тағдыры өз ойынан басталады.